Біз отбасымызбен Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ия» повесін оқыдық. Бұл кітап халқымыздың этнографиялық энциклопедиясы болып табылады. Және де бұл кітапта халқымыздың салт сана, дәстүр, ұлттық келбеті шынайы суреттеледі. Енді мен өзімнің бауырларыма «Ұшқан ия» повесі туралы айтып бергім келеді. Бұл «Ұшқан ия» повесінде Бауыржан Момышұлы әжесінің тәрбиесін көріп, әжесі оған ненің жақсы, ненің жаман екенін білдіріп өсіргеніне Бауыржан Момышұлы мақтан тұтады. Себебі Бауыржан Момышұлының анасы Разия Бауыржан 3 жасқа келгенде қайтыс болады. Ал әжесі Қызғұмаз Бауыржанды өзі өсіреді. Ал әкесі болса Бауыржанның сауатын ашады. Және де біз бауырларымызбен бірге кітап оқып, оны талдаймыз. Және де бауырым Нұртөре сіңілім Наиляға кітаптар оқып береді. Құрметті көрермендер, біз отбасымызбен оқуға құштар отбасы жобасы аясында Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ия» повесін оқыдық. Еліміздің даңқты батыры Бауыржан Момышұлы батырлық пен батылдықтың, елдік пен ерліктің, тәрбие мен даналықтың символы. Жігіттік намыс, адалдық, шыншылдық сынды қасиеттердің барлығы атамызға айналған қаһарман Бауыржан атамыздың бір бойына жиналған. Батыр Бауыржанның халықтың қалаулы азаматы болып қалыптасуына өзінің отбасы, ұшқан ұясы көп септігін тигізген. Батыр өзінің ұясында анасындай болған ақ жаулықты әжесінің мағынасы терең, шындық пен ғажайыптан құралған, адалдық пен зұлымдықты бір арнаға тоғыстыра білген ертегісін тыңдап, өнегеге толы өлең жырларымен сусындап өсті. Кішкентайынан анасының әлдилеген ақ үнін, әжесінің шытырманға толы ертегісін естіп өспеген адам тас жүрек, рухани керең деп санаймын. Ел болам десең, бесігіңді түзе деген дана халқымыз. Сәби күнінен бастап ақ пен қараны ажыратып үйрету, жаман мен жақсыны қандай болатынын үйрету ол отбасының парызы. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ия» шығармасы мен оқыған шығармалардың ішіндегі үздіктерінің бірі. Сол себепті осы «Ұшқан ия» шығармасын әрбір қазақ отбасына оқуға кеңес беремін.